Сәлем достар, сіздермен бірге әлем арнасы. Бүгін біз сіздерге Барби туралы қызықты деректерді бөлісетін боламыз. Барби қайдан шықты, қай жақтан келді? Роз Халлер 1959 жылы Барби дол ойлап тапты. Барби қуыршақты 1959 жылы Монреальдің негізін қалаушы Рут Хендлер ойлап тапты. Оның қызы Барбара аталды. Барби Нью-Йорктегі Америка ойыншық жәрмеңкесіне әлемге таныстырылды. Барбидің жұмысы жасөспірім сән қуыршағы болуы тиіс еді. Кен қуыршағын Руфтың ұлы деп атады. Және 1961 жылы Барбидің кейін 2 жыл өткен соң енгізілді. Бірінші қуыршақтың аты жөні Барби Милlicent Роберт болды. Ол Финкостың штатында Уиллоу болды. Барбидің жұмысы жасөспірімдер сәнінің үлгісі болды. Енді қуыршақ 125-тен астам мансапқа, оның ішінде құрама штаттар президентіне байланысты нұсқаларда жасалды. Барби брюнетка немесе ақбалар ретінде келді. Ал 1961 жылы қызыл шаш қосылды. 1980 жылы алғашқы Африка, Америка Барби және испандық Барби енгізілді. Алайда Барби 1969 жылы енгізілген Кристи атты қара досы болған. Бірінші Барби $3 сатылды. Париждің соңғы шоу үдерісіне негізделген қосымша киім сатылды. Құны $1-дан $5 дейін. Бірінші жылы 1959 жылы 300 мың Барби қуыршағы сатылды. Бүгінгі күні бірінші жалбыздың күйі. 1959 жылы Барби қуыршағы $27,450 құрауы мүмкін. Бүгінгі таңда 70-тен астам сән салтанатты мотельге 105 миллион. Барби долдың фигурасы бойынша кейбір келіспеушіліктер бар. Егер Барби шынайы адам болса, оның өлшеуі мүмкін емес. 1965 жылы Барби алдымен аязды ал көзді ашып, жауып тастады. 1965 жылы Twist and Turn Барби шығарылды. Ол сөздің мағынасы тайлға айналдыратын қозғалыстағы денесі болу. Ең көп сатылатын Барби қуыршағы 1992 жылы Totally Hair Барби болды. Ол сөздің мағынасы оның басын үстінен шаштың оның аяғына дейін.